Қараңызшы, басқа бір аятта Аллах Субхана ва Тағала Зарият сүресінің 16 және 18 аяттарында былай дейді: Иннал муттақина фи джаннати ва уюн. Қараңызшы, Аллах Субханаху ва Тағаладан қорқатын тақуалар, Аллах Субханаху ва Тағаланың бұйырған бұйрықтарын орындап, тыйған тыйымдарынан тыйылған тақуалар ертең қияметте жәннет бақшаларындағы өзен көлдерде, жәннет бақшаларындағы мөлдір бұлақтарда нығметтенеді дейді. Ахидина ма атахум раббухум иннахум кану қабла залика мухсинин. Оларға Раббысы Алла Тағала, қараңызшы, жәннет нығметі сипатталған кезде, жәннет нығметі және тахаджуд нығметі сипатталған кезде не деп сипатталып жатыр? Раббысы деп сипатталып жатыр. Жаратушысы деген айтып жатқан жоқ. Яки болмаса Аллах Субханаху ва Тағаланың көркем есімдерінің басқа есімдері қолданып жатқан жоқ. Раббысы деген сипат қолданып жатыр. Қамқоршысы, туылғаннан бастап өлгеніне дейінгі бүкіл мұң мұқтаждықтарын, бүкіл жоқшылықтарын, бүкіл жақсылықтарының барлығын беруші қамқоршысы, қорғаны Алла Тағала деген сөз ол. Раббысы Аллах Субханаху ва Тағаланың берген нығметтерімен мәз-мейрам болады дейді. Не үшін? Қандай жақсылық жасап еді ки, ол сондай ұлы нығметтерге жетсін. Қандай жақсылықтар жасап еді ки, ол сондай ұлы жәннет нығметіне кірсін, я Раббым Алла. Мен де солардың қатарынан болайыншы, я Раббым Алла. Маған да көрсетші сол жолды дейтін болсаңыз. Иннахум кану қабла залика мухсинин дейді. Олар дүние өмірінде ізгі амалдар істеуші пенделер еді дейді. Сондықтан да олар жәннат нығметтерінде, сондықтан да олар Раббысы Алла Тағаланың бергендігімен берген, жомарттығымен берген, өзінің фәзіл мархаметімен берген нығметтердің ішінде. Және олардың тағы бір сипаттары: кәну қалилан минал лейли ма яхжаун. Олар түннің аз бөлігінде ұйықтайтын еді. Яки болмаса, түннің аз бөлігінде ұйықтап, басқа уақыттарында құлшылық ғибадаттарын жасайтын еді дейді. Уабил асхари хум ястағфирун дейді. Қараңызшы, таң намазы уақыты кірерден бұрынғы 1 сағат, 2 сағатқа сәресі уақыттарында олар Аллах Субханаху ва Тағаладан жарылқау тілейтін еді дейді. Алдыңғы аятта не деді? Ядуна раббахум хауфан ва тамаан. Яғни түндерде Раббысы Алланың ғазабынан, тозағынан қорққан халде, және де мейірінен, жәннетінен үміт еткен халде дұға жасайтын адамдар бізде түндерде тұрып. Ал мына аятта сол түндерде тұрып, вабил асхари хум ястағфирун деп жатыр. Яғни түндерде сәресі уақыттарында тұрып, Раббысы Алла Тағаладан жарылқау тілеушілер деп жатыр. Демек, дұғамыздың қабыл болатын, жарылқау сұрайтын болсақ, біз жарылқанатын нағыз уақыттар бұл осы тахаджуд намазын оқыған уақыттар екен. Және де Аллах Субханаху ва Тағала Зумар сүресінің 9 аятында айтады: Амман хуа қанитун ана ал-лейли саджидан ва қаима яхзару ал-ахирата ва ярджу рахмата раббих. Бір адам бар дейді, бір адам бар дейді. Ол адам түндерде сәждемен, қараңызшы, сәждемен және қиямда тік тұрған халде Раббысы Аллах Субханаху ва Тағалаға алдында бас иіп намаз оқып тұрады дейді. Қараңызшы, түндерде деп жатыр. Тахаджуд намазының уақыттарында деп жатыр. Ол не үшін жасап жатыр ол нәрселерді? Яхзарул ахирата ва ярджу рахмата рабби. Ертең ақыретте жағдайының қалай болатындығынан сақтанып жатыр. Ертең ақыретте жағдайын, сол жақтағы жағдайын өзінің дұрыс жағдай болу үшін соны қамтамасыз етіп жатыр. Ва ярджу рахмата рабби. Және Раббысы Алла Тағаланың мейірінен үміт етіп жатыр дейді. Міне сондай халде ол түндерде тұрып намаз оқиды дейді. Құл хәл ястауи аллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун дейді. Айт, ей Мұхаммед, білушілер мен білмейтіндер тең ба дейді. Білетіндер мен білмейтіндер тең ба дейді. Демек, бұдан түсінетініміз, кімде-кім
bilimge жететін болса, кімдеген білім жолына түсетін болса, кімдеген білім алатын болса, міндетті түрде түндерде тұрып тахаджуд намаздарын оқу керек екен. Сонда ол адам білімді, ғалым деген сипатын толықтырған болып саналыр екен.